Қыстың күні сүйсініп жейтін, барлықтарыңызға кеңес беретін салаттардың бірі, ендеше бірге жасайық. Пияз, сәбіз және болгар бұрышын ашып ұсақтап турап алатын боламыз. Ыдысымызға майды құйып, үстіне сәбіз, пияз және болгар бұрышын салып, бір келкеті араластырып алып, бетін жауып қоямыз. Оған дейін дүнген бұрышын жақсылап жуып алып, құйрығын алып тастаймыз. Ащы бұрышымызды қазанымызға салып, бір келкеті қуырып, бетін жауып қоятын боламыз. Қызанақтарымызды жуып, бәрін ұсақтап турап аламыз. Қазанымызға салып, 20 минут қуыратын боламыз. Оған дейін басқа құрамдарын ашып тазалаймыз. Сарымсақты ашып беттатқыштан өткізіп аламыз. Оны да қазанымызға саламыз. Аскөкті де ұсақтап турап, қазанымызға салып алатын боламыз. Бір келкетіп араластырамыз. Үстіне қант, тұз және сірке қышқылын салып, бір келкетіп араластырып аламыз. 20 минут қайнатамыз, сонымен салаттарымыз дайын болады. Қақпақтар мен банкілердің бәрін стерилизациядан өткізетін боламыз. Салатымыз дайын болды. Барлықтарын банкілерге құйып, қақпақтарын жауып, төңкеріп, бір тәулікке орап қалдырып қоямыз. Барлықтарыңызға ас болсын.